Қазіргі адамдардың басты проблемасы адамның бойындағы сенімсіздік. Өмірге, қоршаған ортаға, қасындағы жолдасыңа сенімін жоғалту, олардың саған жасаған іс-әрекеттеріне әділетсіздігін көріп, оларға деген өкпе, реніш, жек көрушілік сезімдері оянады. Адам күйзеліске түсіп, өзін жоғалтады. Өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Менің қолымнан келмейді, мені ешкім жақсы көрмейді. Адам өзін жоғалтып күйзеліске түседі. Ешкімге керексізбін деп ойлайды. Одан адамдардың бойында қызғаныш, мойындамау кез келген адамның бойында бар. Қызғаныштан көре алмаушылық туындайды. Ол да адамдарды күйзеліске кеп соғады. Сондай күйзелістен шығу үшін психоаналитикпен жұмыс істеп, өз өміріне анализ жасап үйрену керек. Осыған ұқсас мәселе менің де басыма туды. Өзімді жоғалттым, іштей өзімді кінәладым, жек көрдім. Бұдан шығар жол таппадым. Ештеңеге зауқым болмай, өмір тоқтап қалғандай күй кештім. Сыртым бүтін, ішім түтін болды. Жан дүниемде болып жатқан алай-дүлей сезімдерді ешкімге айта алмадым. Кейін әрекетке көштім. Ізденіп кітаптар оқыдым. Әртүрлі коучтар тыңдап, бірнеше курсқа қатысып, бірақ шешімін бәрібір таба алмадым. Күйзеліп жүрген кезімде құрбым психологқа баруға кеңес берді. Сөйтіп, психоанализ бағытындағы психологпен жұмыс істей бастадым. Күндердің бір күнінде психологым, психоаналитик орталық Азия психоанализ институтының директоры Анна ханым Кудиярованың психоанализ негіздері 6 айлық курсын оқуымды ұсынды. Осылайша мен психоанализ саласының табалдырығына аттап, курс барысында Анна ханыммен жақынырақ таныстым. Осы курсты оқуды ұсынған психологыма алғысым шексіз. 6 ай ішінде Анна ханымнан ғана емес, шетелдік басқа да психоаналитиктерден білім алдым. Білім ала жүріп, жаным мен бейсанамды зерттей бастадым. Өз бойымдағы жағымды және жағымсыз сезімдерді қабылдауды үйрендім. Курсты оқып қана қоймай, жеке сұхбатымды жалғастырып, супервизияға, топтық терапияға, тренингтерге қатыса бастадым. Және психоанализ мектебіне бардым. Осылай білім мен тәжірибені ұштастыру арқасында адамдарға пайдам тиіп жатқанына Аллаға шүкір. Өзіңіздің кім екеніңізді түсініп, іштегі бос орынды толтырғыңыз келсе, өз-өзіңізге тірек болуды үйреніп, өз-өзіңізді жақыннан танығыңыз келсе, 2024 жылы қаңтар айында басталатын психоанализ негіздері курсын оқыңыз. Бұл курста білім мен тәжірибе бар, әр сабақ ғылымға негізделген. Аталған курстың 5-ші жыл қатар өтуі оның қаншалықты сапалы әрі пайдалы курс екендігінен хабар береді. Тілерім баршаңызға қайырлы білім болсын.